Саламатсыздар ма? Біз сіздермен бүгін қазақ әдебиеті сабағында қазақтың көрнекті жазушысы Қабдеш Жұмаділовпен танысатын боламыз. Сабақтың тақырыбы Қабдеш Жұмаділов өмірі мен шығармашылығы, соңғы көш роман-дилогиясы. Сабақтың мақсаты қазақтың көрнекті қаламгері Қабдеш Жұмаділовтің өмірі мен шығармашылығымен терең танысу, жазушының соңғы көш шығармасының мазмұнын аша отырып, қазақ халқының бойындағы ерлік пен қажырлылықты студенттердің бойына дарыту. Олай болатын болса, Қабдеш Жұмаділовтің өміріне тоқтала кетейік. Ол 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағы Малдыбай ауылында дүниеге келген. Найман тайпасы Төртуыл руынан шыққан. Ауылда бастауыш білім алып, кейін Шәуешек гимназиясын бітіреді. 1956 жылы Қытай үкіметінің жолдамасымен Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Алайда осы жылдар арасында болып жатқан екі ел арасындағы саяси жағдайға байланысты Қытайға қайта қайтады. 1958-1962 жылдар қуғын-сүргінде жүрген Қабдеш 1962 жылы Қазақстанға келіп оқуын жалғастырады. 1965-66 жылдары жазушы баспасында, 1967-76 жылдар қазақ әдебиеті мемлекеттік баспалар комитетінде жұмыс атқарған Қабдеш 1981 жылдан бастап бірыңғай шығармашылық жұмысқа көшеді. Ал осындай шығармашылық жұмыстарда жүрген Қабдеш Жұмаділовтің еңбектері еленді. Ол Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен 1990 жылы Қабдеш Жұмаділов Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. 1998 жылы 23 қазанда президент Нұрсұлтан Назарбаев оған Қазақстанның халық жазушы деген құрметті атақты берді. Парасат орденінің иегері болды. Тарбағатай, Үржар және Аякөз аудандарының құрметті азаматы. 2018 жылы Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында Қабдеш Жұмаділді 2-ші дәрежелі барыс орденімен марапаттады. Жалпы Қабдеш Жұмаділовтың шығармашылығы оның өлең жолдарымен басталған шығармашылығымен басталады. Оның «Жас дәурен» атты өлеңдер жинағы тырнақалды туындысы болды. Бірақ одан кейінгі «Соңғы көш» роман-дилогиясы, «Тағдыр» романы Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді. Шығармашылығында көптеген жетістіктерге жете білді. Халықтың басындағы қиын кезеңдерді суреттей білді. Халықтың ойынан шыға білді. Сол шығарманың бірі «Соңғы көш» роман-дилогиясы қазақ қоғамындағы 1916, 1920, 1932, 1937 жылдардағы тұрмыс тауқыметі, аштық азабы, тағы да басқа тарихи ахуалдарды суреттеді. 1962 жылы 20 күн ішінде 200 мың адам бірден өте шыққан ұлы көш туралы айтты. Соңғы көш романында тарихи шындық суреттелді. Бұл туралы қазақтың зиялы қоғам қайраткерлері де өз пікірлерін білдіріп жатты. Соңғы көшті оқып отырғанда бір қиырдан күмбезін күн шалған әлдебір сарайдың тұлғасы асқақтатып көрінеді де тұрады. Бұл біздің сүйікті республикамыз Қазақстанның бейнесі деп тебірене пікір білдірген жазушы Әзілхан Нұршайықов, ол бұрынғыдан да құлпыра түскен қазақ әдебиетінен соңғы көш үлкен бір керемет дүние болғанын өз пікірінде білдіреді. Ал Шеризадан Елеукенов, филология ғылымының доктор профессор, ол соңғы көш роман-дилогиясының керемет дүние екенін жаза отырып, одан кейінгі Тағдыр романы сол романның жалғасы ретінде одан да керемет, одан да көш ілгері жазылған керемет дүние екенін тағы бір баса айта кетеді. Біз бұнымен Қабдеш Жұмаділовтің өмірі мен шығармашылығын толықтай танысып, толықтай жетіп меңгере алмаймыз. Бұл берілген сіздерге тек бағыт қана. Ал Қабдеш Жұмаділовтің өмірі мен шығармашылығын ары қарай дамытып, оқу сіздерге үйге тапсырма ретінде беріледі. Ал мұнда сіздерге берілген ссылка бойынша соңғы көш романын басынан аяғына дейін толық оқып алуларыңызға болады. Рахмет, сау болыңыздар.